Жасым 40-та, 5 баланың анасымын. Ауылда тұрам, ал абысыным Алматыда тұрады. Екеуміз түйдей құрдаспыз. Шымкент пен Алматы арасы 10-12 сағаттық ақ жер болса да, бал шағаның қамы, үйдің тірлігінен әйтеуір қол босамайды, ой қыдырып баруға. 6 жыл бұрын барғанымда абысын 2 бөлмелі пәтерде тұратын. Тұрмыстық жағдайлары да орташа еді. Қайнаған базарда кептірілген жеміс-жидек, жаңғақтар сататын. Қазірде сол жұмысы, бірақ 4-5 базардан орын алып, сатушылар қойып кәсібін кеңейтіпті. Бітпеген бір үйді сатып алғанында естігенбіз, бірақ көрмегенмін. Абысыным жұрттар сияқты әлеуметтік желіге сала бермейді. Не керек, былтыр күз айында бір туысқанымыздың қызы Алматыға ұзатылып, мен жеңгесі ретінде қасына еріп бардым. Тойдан соң абысынымның үйінде қона жаттым. Қайнағам үйді қатырыпты. Сыртқы қақпасынан кіргеннен ішімде қызғаныш оты жылт ете қалды. 5 бөлмелі шағын ғана үй болғанымен жөндеу жұмыстары өте сапалы жасалған. Ас үй жиһазы менің арманымдағыдай. Жуынатын бөлменің жиһазы әр зат талғанмен таңдалған. Қызы мен ұлының жеке-жеке бөлмесі бар. Ал бізде 5 баламыз бір бөлмеде жатады ғой. Шағын ғана ауласында кәуап пісіретін орын бар. Таңертең бәрі ерте тұрып, сабақтарына, жұмыстарына кеткенде жалғыз қалдым үйде. Әр бөлмені адақтап, шкафтарын ашып көрдім. Абысынымның бір басында 10 шақты иіс су бар екен. Сөмкелері мен аяқ киімдері де көп және қымбат. Кешке бәрі жұмыстан кеп бірінші кезек-кезек душқа шайынып шықты. Абысыным екеуміз түн ортасына дейін әңгімелестік. Ол сол баяғыдай ешкімді жамандамайды, мақтанбайды. Әңгімесін айтып отырып, бетіне маска да жасап үлгерді. Ал мен ауылда маска жасауға шамам келмей, талып құлаймын ғой. Сенбі күні абысының күйеуінің көлігін айдап мені қыдыртты. Шынымды айтсам, оның көлік айдай алатынын да білмейді екенмін. Көлік жүргізе алады екенсің ғой деп едім. Қайнаған 40-қа толғанда көлік әперем деген соң үйреніп алдым ғой. Көктемде туған күнімде жаңа көлік мінем, Құдай қаласа деді. Ішімде қызғаныш оты тағы да тұтана қалды. Жексенбі күні ауылға қайттым. Ауылға жеткенше абысынымның өмірі, үйі, заттары көз алдымнан кетпеді. Рахат өмір сүріп жатыр. Миы да, жаны да тыныш. Күйеуі табыскер. Ұлы мен қызы жоғары сыныпта оқиды. Менікі сияқты етекке жармасып жүрген кішкентайы жоқ. Әрине, өзіне қарамағанда, өзін-өзі күтпегенде не істейді деп қоям күмбірлеп. Менде ше, үпір-шүпір 5 бала. Күйеуім жалқау, жұмысы тұрақсыз. Тапқанымыз 5 баламыздың киімі мен тамағынан артылмайды. Келесі айлыққа жеткенше қарызданып қаламыз. Қарашайында ағайынның той-томалағы көбейіп, ақшадан қатты тарықтық. Үлкенім студент, ол телефоным істемей қалды дейді. Екінші балам ұбт-ға дайындайтын курсқа барам деп қиғылық салды. Кішкентайымның балабақшасының ақшасын төлеу керек. Ақша жеткізе алмай жылағым келді. Ашуланып топырлатып туа беріппін ғой ақымақ боп. Абысыным сияқты екеу ақ туым керек еді дедім күйеуіме. Әр ұрыс кезінде осы сөзді көп қайталадым. Екеу де жетер еді ғой деп оңашада өзімді жазғырдым да. Бір күні мектептен келе жатқан 9 жасар қызымды көлік соғып кетті. Жан ұшырып ауруханаға жеткіздік. Қолы мен бір аяғы сынып кеткен. Омыртқасына зақым келмегеніне шүкір дедік. Жүргізуші көлігінің мұзда тайғанын айтып ақталды, кешірім сұрады, дәрі-дәрмегін, шығынды көтерді. Қызымның аман қалғанына тәубе деп кешірдім. Күнде ауруханаға барам, уайымнан түнде ұйықтай алмай қалдым. Оны ауруханадан шығарып үйге әкелгеннен соң кенжетайым ауырып қалды. Күні-түні тоқтаусыз жөтеледі. Ауруханада дәрі де, антибиотик те көмектеспеді. Дәрігерлер диагноз қоя алмай қиналды. Жөтелден тамақ іше алмай қалған балам өліп қалама деп қорықтым. Соңында қызылша боп шықты. Табанына дейін қызыл бөртпе шығып кетті. Содан кейін жазылды. Күйеуім 5 бала туып нем бар ет деп асылық еттің. Бір айда 2 балаңнан айырылып қала жаздадың. Құдайдан кешірім сұра дейді. 2 баламның аман қалғанына шүкірлеп, бұдан былай асылық етпеймін, ешкіммен бақытымды салыстырмаймын деп Құдайға уәде бердім. Менің бақытым да, байлығым да балаларым екенін ұқтым.